Сәлем көрермен, сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңдер. Егер де бірінші рет келіп отырсаңдар, бүгінгі видеода мен банданамен өте жеңіл 5 шаш үлгісімен бөлісемін. 5-тен де көп болуы мүмкін, бонустар дайындап қойдым. Сонымен, егер де арнама бірінші рет келіп отырсаң, қайталап айтамын, арнаға тіркеліп кет. Себебі осындай сияқты қызықты, пайдалы видеолар арнамда көп шығады. Солардан құр қалмау үшін не істеу керек? Арнаға тіркелу керек. Жалпы алдағы 5 шаш үлгісі осындай сияқты өте жеңіл емес, кішкене өзгешелеу. Сонымен бастайық. Мен өзім жалғыз істеймін, сондықтан кейбір жерлерде әдемі емес шықса, мен кешірім сұраймын, мен керемет шаш таразы емеспін. Сондықтан бірандай әдемі емес, мен ойымдағыдай шықпаса кешірім сұраймын, бірақ жаңағыдай сіздерге түсінікті болсын қазір мен қалай істеу керек көрсетемін. Сонымен қатар интернеттен әдемі қыздардың фотоларын, яғни солардың күшті жасағандарын көрсетемін, соған қарап істейсіңдер ғой. Мен қолымнан келгенше тырысамын. Сондықтан бастайық. Монтаждап жатқан Аружанға бәр нәрсені тапсырдым, мен сөйлемеймін болды. Енді мен кадр сыртынан бәр нәрсені түсіндіріп отырамын. Сонымен алғашқы шаш үлгіге біздің шашымызды екіге бөліп аламыз. Және видео барысында мен осындай кішкентай резинкаларды қолданамын. Солай бірінші бөлікті алып, сыртқа қарай өріп бастаймыз. Және кішкене бос қылып өріңіздер, себебі соңында байлағанда шашымызды кішкене босайтамыз. Сыртқа шығару кезінде ұлғайып көлем беріп тұрады. Дәл соны екінші бөлікпен қайталаймыз. Екі өрімді біріктіріп, соңында өзіңізге ыңғайлы етіп жоғары қарай невидимкамен немесе крабыкпен бекітіп қоюға болады. Солай оны осындай ақ кішкентай банданамен байлап қоямын. Сол кезінде бізде осындай керемет шаш үлгі шығады. Ал мынау суреттер негізгі референстер. Қараңыздар, қандай әдемі шыққан. Сонымен келесі шаш үлгіге бізге алдыңғы шаштарымыз керек. Чолка болса тіптен жақсы. Шаш үлгі дайын болды. Нәтиже қатты ұнап, оны мен инстаграмға да қостым историяға. Жалпы инстаграм демекші, менің инстаграмым бар, соған тіркеліп кетсеңіздер, вообще қарсы емеспін. Роскомздрав не запретит. Келесі шаш үлгіге бізге шашымызды екіге бөліп, астыдан 2 хвостик байлаймыз. Дәл жаңа кішкентай резинкалармен ұзындық бойынша осылай кішкентай хвостиктарды істейміз да, оны шығарамыз былай. Солай бізде база дайын болады. Соңғы қадам ол бандананы байлау. Вуаля, біздің шаш үлгіміз дайын болды.
Ал соңғы шаш үлгі ол афрокосички мен бандана. Себебі осындай үйлесімділік өте әдемі көрінеді. Осы фотолардың көре аласыздар. Дәл осындай шаш үлгі менде 1 айдай болды, және мен ондай экспериментке өкінбеймін. Қалай істедім деген сұраққа жауап осы видеодан аласыздар. Сол жақта мен афрокосичканы қалай өрдім, қалай шештім, қалай істесу барын көрсетеймін. Жалпы афрокосички және бандана өте әдемі. Жай ғана дәл осылай кәдімгі орамал сияқты байлап жүре бересіздер. Және осылай таққанда астыға қарай тақпаңыздар, кішкене бастың ортасына қарай, немесе кейбір қыздар тіпті маңдайыңды жабады. Маған маңдай жапқан өте қатты жараспайды, сондықтан осылай жүре беремін. Сонымен видео соңына дейін таяп қалды. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып кет. Арнаға тіркелуді ұмытпа. Осы сияқты қызықты және пайдалы видеолар әлі де шығады. Солардан құр қалмау үшін арнаға тіркеліп, жаңа қоңырауды басып кет. Сол кезінде бірден саған уведомление келеді. Мен саған Аруа Санхан жаңа видео шығарды деп. Жалпы бүгінгі шаш үлгілер ұнаса пікірлерге қалдырып кетіңіздер, немесе өзіңіздің қолданып жүрген шаш үлгілеріңізді қалдырып кетіңіздер. Осылай істеңдер, осындай күшті деп кеңес білдіре аласыздар. Жалпы сол келіп тұр. Менің арнам осы. Сонымен сау.